Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қызылша және тұздалған қиярдан оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен қызылшамызды теркодан жақсылап өткізіп аламыз. Қызылшамызды өткізіп алдық. Енді бізге 2 тұздалған қияр керек болады. Тұздалған қиярымызды дәл видеодағыдай кубиктап турап аламыз. Қиярымызды турап болдық. Енді бізге жұмыртқа керек болады. Жұмыртқамызды да дәл видеодағыдай кубиктап турап аламыз. Қатты майда болып кетпеу керек. Видеодағыдай орташа кубикта турап аламыз. Жұмыртқамызды турап болдық. Енді біз пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды да дәл видеодағыдай майдалап кубиктап турап аламыз. Турап болған пиязымызды қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, кішкене сарғыш түс болғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай шым-шым тұз саламыз. Міне пиязымызды сарғыш түс болды, қуырып болдық. Енді петрушкамызды майдалап турап аламыз. Турап болған ингредиенттерімізді бөлек ыдысымызға салып аламыз. Және дәміне қарай бұрыш саламыз. 3 ас қасықтай майонез саламыз. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Майонезбен жақсылап араласқанша. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді салат. Жасап көріңіздер. Жасалуы да өте оңай. Мені қай мемлекеттен және қай қаладан көріп отырғаныңызды астына пікір бөліміне қалдырып кетіңіз, және салат туралы да өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Динара ас болсын.